Selam dostlar, bugün bize dasturli Qustar merекesi. Qustar merекesi haqida qisqacha aytib ketsangiz. Bizning mektebimizde Qustar merекesi bu dasturli mereke. Yıl sayın olsa sahur ayının ortasında bizler mektebimizde Qustar merekesini ötküzemiz. Bu İli audanında emas, бүкіл облыс kölемinde ötküzülетін iyilikte iş şara болып sanaladı. Bu Qustar merekesinin basты maqsаты balalarga Qustar turалы жан-жақты мәлімет беру. Міне Qustarga деген экологиялық тәрбиенің маңыздылығын тереңдету, сонымен қатар құстарды қорғауға, сақтауға баулу. Qustar мерекесі 4-ші, 5-ші, 6-ші сыныптар аралығында өтеді. Qustar мерекесіне әр сыныптың өзіндік тобы қатысады. Олар өз топтарына құстардың аттарын қойып, жарысқа белсене қатысады. 4-ші, 5-ші, 6-ші сыныптар арасында өтетін осы қызықты жарыс бұл осы мектептегі ең қызықты жарыстардың бірі болып саналады. Және бір айта кететін жай, осы жеңген топтың оқушыларын марапаттау және жан-жақты көтермелеу мақсатында біздер бас жүлде және бірінші жүлде алған оқушыға Алматы қаласының көрікті жерлерін аралауға және хайуанаттар паркіне емін-еркін кіруіне мүмкіндік береміз және жолдама береміз. Осы мереке, қызықты мереке міне бүгін өзінің 10-ші рет өткізілгелі отыр. Бұл біздің мектепте жыл сайын өткізілетін дәстүрлі мереке болғандықтан оқушылар жан-жақты дайындалады. Сіздер міне қазір оқушылардың осы мерекеге жан-жақты дайындалып, құлшына кірісіп отырғанын көресіздер. Бұл өте қуанышты, қайталанбас, есте қалатын мектеп өміріндегі қызықты мерекелердің бірі. Рахмет көп-көп, ал біз алда қызықтарды көрейік. Ал қазір біз 6-ші Ә сынып сынып жетекшісімен дайындықтамыз. Өзіңіздің дайындықтарыңыз жайлы қысқаша айтып кетсеңіз. Енді біріншіден балалардың өзі дайындала бастады. Себебі осы кіші кезінен бастап, 5-6 сыныптан бастап олар өздері үйреншілшіл дедім. Өздері басталды. Мен енді қосымша оларға қолдау жасап тұрмын. Енді бүгін әр бөлімі бойынша дайындалып жатырмыз. Біреу міне қанатын қиып атыр. Құстың қалғандары бізге жаңағы әр құс қай жерде болады, соның несін сүріп атыр, суреттерін сүріп қиып атыр. Мында бізде құстың ұясы жасалынған, тағы да анда бар бізде құстың ұясы әкелініп атыр. Нау мүсін болсын деді, сол мүсін ретінде бұл енді жасаған жоқпыз, дайын затты алып келдік. Ішінде не жұмыртқасы бар. Сол. Және бүгінге мынадай макет жасап атымыз, бұл да басы қазір аяқталады деп ойлаймын. Бәрі болғанда тағы көре жатарсыздар. Достар, біз тағы да 5-ші Ә сыныбын дайындығын көруге келдік. 5-ші Ә сыныбын ұйымдастырушыдан кішкене сұхбат алсақ. Саламатсыздар ма, менің атым Майра. Мен 5-ші Ә сыныбын Qustar мерекесіне дайындап жатырмын. Және де көрмелер таныстырып өтсек, бізде кішігірім мұнда ұялар бар екен. Және де тауықтармен бірге келген. Көрмені таныстырып өтсек. Мінеки сіздер көріп тұрғандай 5-ші Ә сыныптың Qustar мерекесіне дайындығын. Мұнда көптеген әдемі ұялар бар, және де құстар жейтін тағамдар бар. Одан қоса құстардың жұмыртқалары бар, және де ұялары бар. Сіздерге де көп рахмет осындай дайындықпен жүргендеріңізге. Сіздерге тек сәттілік тілейміз. Біздің топ мықтылар! Бүгін біз 5-ші А сыныбынан интервью алатын боламыз. Сәлеметсіздер ма? Qustar мерекесіне қош келдіңіздер. 5-ші А сынып жетекшісімін. Алмагүл Қасымханқызы. Міне балаларымызбен керемет дайындықпен келдік бүгінгі фестивальға. Бұл жерде қандай көрініс көрсетіп жатырсыздар? Көрмеміз, міне көрмемізде барлық заттарымыз бар.
ұлдарым міне 10 күн бұрын үйлі құстарға қамқор болып ұя жасады. 4 қанатты, 5 қанатты, мына жем салатын жері бар. Қағаздан да жасады, ағаштан да жасады. Керемет енді. Қыздарымыз міне қол өнерден қаншама құстардың бейнесін жасады. Және де суреттер салынды. Құстарға байланысты міне әр оқушым өзінің еңбегін көрсетті. Міне менің ата-анам Аспандиярдың апасы құстың банағы жүнінен, қауырсынынан өзінің жастығын жасап жіберді. Міне Нұрдәулет баламның. Және біздің шебер қыздарымыз бар, аспаз. Әдия, Айзере қызымыз әдемі ғып өздерінің қолдарынан тәтті торттарын, бәліштерін пісіріп алып келді. Мұнда келетін болсақ, мына көрмені ұйымдастырған біздің Торғын қызымыз өзінің әдемі бала кезіндегі ойыншықтарын әкеп көрмеге қойды. Барлығы құсқа байланысты. Және өзімен бірге бөдененің жұмыртқасы, қаздың жұмыртқасы, мына жерде тауықтың жұмыртқасы, бұл Сара қызымыздың еңбегі. Енді біздің өнерлі балаларымыз бар ғой, Диляраның әр сахнаға шыққан кезде киетін бас киімінің өзі құстың үкісінен жасалынған. Нұрділдә баламның өзінің құстар мерекесіне арналған қосқан үлесі. Мына үйді бізде Әбілмәнсұр жасады, әкесі екеуі. Мынаны анасы мен біздің Темірлан баламыз жасады. Және Алуа қызымыздың өзінің қолынан жасаған өнері және арнайы жем қыстық көктем кезінде құстарға қамқор болатын. Келесі бізде Әбілмәнсұр Нұрдәулет айттық. Және де өз қол өнерлерінен көріп тұрған шығарсыздар, 5-ші А сыныбы қарлығаш тобымыз біздің. Балаларымыз міне сақадай сай, бүгінгі сайысқа жеңеміз ба балалар? Бір ауыздан қарлығаш тобы. Міне керемет дайындықпен келдік. Мына біздің міне қол өнеріміз, Қазбек баламыздың қол өнері. Қалыс қалған бала жоқ. Сара қызымыздың өз қолынан жасаған суреті жасап келдік. Ата-аналарымның әрине еңбегі зор. Рахмет айтамын. Жақсы. Бесаның дайындығы керемет екен. Достар, біз қазір 6-ші А сыныбындамыз. 6-ші А сыныбы өздерінің көрмелеріңді таныстырып өтсеңдер. Сәлеметсіздер ме? Бұл 6-ші А сынып оқушыларының тоты құстар тобының көрмесі. Бізде құс етінен жасалған тағамдар, құстардың түрлері және суреттері, құс мүсіні, құстардың жұмыртқалары және тоты құстардың ұялары бар. Және рахмет, көп-көп. Абзалда қызықтарға көрейік. Балалар, регламентті сақтаймыз. 2-3 минут қана таныстыру. Барлығына бірдей талап. Топ аты қарлығаш. Топ ұраны қарлығашқа қамқор бол, әрқашанда адал бол. Қарлығаш ала қара түсті араласқан мейірімді құс. Қарлығаш өте мейірімді құс. Қарлығаш қара ақ бәрінде өмір сүре алады. Қазақстанда 3 түрі кездеседі. Жар қарлығашы және қос реңді қарлығаш және Oldu bakalım durun. Kaç ama? Біздің планетамыздағы ең ірі кран. Оның денесі ұзындығы 96 см. Ал ол қанатын құлап шайқанда қанаттарының ұзындығы 2,4 см. Бүркіт тек жердің сол жартысында өмір сүреді. Бүркіт көбінесе түлкі. Бұл қораз. Қораз өзінің шығарған дауысы арқылы 2 километрға дейін дауыс шығара алады. Көп аңыздар бойынша қоразды олар періштені көреді деп айтады. Және де періштені көргенде ол өзінің дауысын шығарады дейді. Қораздар арқылы тауықтар жұмыртқа басады. Қораздар күн шыққан сайын дауысын шығарады азанда. Бұл қораздың аты Брак.
Жарайсыңдар, орындарыңызға бүркіт тобы. Келесі 5-ші көгершін тобы. Көгершін тобы тірі құсты таныстырады. Көгершін тобы өзінің атына сәйкес көгершінді таныстырады. Жарайсыңдар, бұлай. Бәріміз қарсы аламыз. Жақын келіңіздер, жақын. Біле, ол осы жерге, бәрі көрсін. Тоты құс, жануарлардың ішіндегі ең ақылды құс. Дене тұрқы 8 сантиметр. Ең үлкен нағыз тотылар 1 метр. Қауырсындары ашық қанық, қызыл, жасыл және жасыл түстермен үйлесімді. Кейде қара, ақ түсті болады. Мойны қысқа, тұмсығы мықты. Қатты жаңғаққа ұрғаш тоты құстарға қарағанда еркек тотылар ірі болады. Жарайсыңдар, әділ қазыларға бір көрсетіп өтіңіздер тоты құстарыңызды. Әділ қазыларға бір көрсетіп өтіңіздер. Жарайсыңдар. Келесі таныстыру, тірі құсты таныстыру қара торғайлар тобына. Қара торғайлар өз құстарын алып келер. Болмайды. Екі кластан айналмады. Ойының шарты. Қашқанама 7-ші ағылар көп оқушы айналғанға. Бұласықтан жоқ оқушы айналды бәрі. Айналды ғой? Раз уже начал, приостанови. Ұят емес пе қыздармен жарысып жатырсыңдар ғой?